Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Бүгін біз шаурма жасаймыз. Кейбір жерде шаурма, кейбір жерде дойнер деп айтады. Мен морковты мынандай теркімен теркілеймін. Кейбіреулер андай корейский немен не алады, бірақ мен ондай жасамаймын. Бірінші окорочкамыз қуырып аламыз, одан кейін картопымыз соломка етіп қуырып аламыз. Содан барлығын осылай турап дайындап қоямыз. Дойнерге мен мысалы балдарым кейде окорочкамен, кейде фаршпен жейді. Бүгін окорочкамен жасап жатырмын. Ішіне үйдегі бар заттарды сала берсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Мен мысалы өзіме салатный листья, капуста, чеснок қосып жеген жақсы көрем. Оны бөлек қазір жасаймын, жасап көрсетемін. Мына балдарыма жасап атқаным, осылай жасаймын мен. Сосын бізде жаңағыны дойнерді былай басатын аппарат жоқ. Үйде сковородкаға қыздырып аламын. Сол кезде хрустящий қып-қызыл болып жегенде де күшті болады. Жасап көріңіздер. Көбісі мен де білмейтін едім, осы жақында сол әдісті қолдандым. Күшті болды. Менде жегенде де қытырлақ болады. Мен өзіме жасап жатырмын. Салатный листья, чеснок, капуста қостым. Одан жаңағы морков, помидор, солардың барлығын қостым. Кетчуп, майонезді де қалауыңыз бойынша қосасыз. Мен өзім кетчуп, майонез қосып жеген жақсы көрем, сондықтан қостым. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Күшті шықты. Менде мысалы сосын осылай табаға қыздырып аламыз. Екі шетін табаның астын, сковородканың астын қатты қоймай жай басып қоямыз. Екі шетін осылай қыздырамыз. Ас болсын.